Бір сәтке елестетіп көрші, сен көрде өлім төсегінде жатсың. Айналаңда саған елестер қарап тұр. Сенің идеяларыңның елестері, қабілеттеріңнің елестері, армандарыңның, таланттарыңның елестері. Олардың бәрі қатар тұрып саған ашумен қарап тұр. Өйткені қандай да бір себептермен сен ешқашан өз идеяларыңды жүзеге асырмадың. Мақсатыңа жете алмадың. Өз мүмкіндіктеріңді пайдаланбадың. Сен өз көшбасшылық қасиеттеріңді көрсетпедің. Өз мүдделеріңді қорғамадың. Сен армандаған кітабыңды жазбадың, өз талантыңды дамытпадың. Енді олардың бәрі айналаңа тізеліп, саған ашулықпен қарап тұр. Біз тек саған ғана келдік, өйткені сен ғана бізге дем бере алар едің. Енді бәріміз бірге өліміз керек, сенімен бірге. Бұл жерде мәселе мынада. Егерде сен бүгін өлетін болсаң, қандай идеялар, қандай армандар, қандай дағдылар, қандай таланттар, қандай қабілеттер сенімен бірге өлетін еді. Мұнда үміттенетін ешкім жоқ. Сен үшін осының бәрін ешкім жасамайды. Себебі бұл сенің ғана шайқасың.